Алматыда жолаушылар мінген автобус жеке тұрғын үйге соғылды. Қоғамдық көліктің ішінде болғандар жеңіл жарақат алған. Ал жүргізушінің жағдайы ауыр. Автобус соққан үйдің тұрғындары аман ба? Жүргізуші неге тізгінге ие болмады? Оқиғаның мән-жайын тілшіміз Бауыржан Жақсымбет тарқатады. Оқиға кеше болған. Көше бойымен келе жатқан 141-ші автобус ішіндегі жолаушылармен бірге жеке тұрғын үйге соғылған. Салдарынан ішіндегі адамдар жарақаттанып, үйдің бір бөлігін қиратқан. Қоғамдық көліктің қатты жылдамдықпен келгені соншалық үйдің қоршауын қиратып барып, жуынатын бөлмесін тас-талқан қылған. Тіпті баспананың шатырында майыстырып жіберіпті. Оқиға кезінде үйде ешкім болмаған. Отбасымды періште қақты дейді баспана иесі. Ал келтірілген шығынды кімнен өтеп аларын білмейді ал. Ванная комната, коридор. Жуынатын бөлме, дәліз, ас үй, осының барлығына қатты зақым келді. Қабырға құлап, шатыр қозғалып кетті. Бұл баспанада 3 отбасы өмір сүреміз. Тәуелсіз сарапшы келіп кетті. Ал әкімдіктен әлі ешкім келмеді. Біз шығын көлемін қалай есептеп, кімнен алатынымызды да білмей отырмыз. Бұл баспанада Галина Щербаковадан бөлек тағы да 2 отбасы тұрады. Мүлкіміз бүлінді дегендер оқиғадан әбден шошып қалған. Ал автобус ішіндегі жарақат алған 5 адам жедел жәрдем көлігімен ауруханаға жеткізілген. Олардың 4-еуі амбулаториялық емге жіберілсе, жүргізушінің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. 1-еуі ауруханаға жатқызылды. Қазіргі уақытта науқастың жағдайы өте ауыр халде. Ол қазір жансақтау бөлімінде барлық қажетті медициналық көмекті толық көлемде алып жатыр. Автобус паркінің өкілдері жүргізушінің 3 жылдан бері жұмыс істейтіндігін айтады. 49 жастағы ер адамның 15 жылдан астам тәжірибесі бар екен. Ал оқиға кезінде ешқандай техникалық ақау болмағанын айтып, жүргізушінің ауырып қалғандығын бейнебақылау камерасынан көріпті. Апат болар алдында жүргізуші 1-2 рет жөтеліп, қолы түсіп кетіп, басы қисайып, рульді жіберіп алды. Сол кезде барып, одан кейін келесі секундта апат басталды. Сондай бейне камерада сондай көрініс болып жатыр. Автобус паркінің өкілдері шығындарын толықтай алатындарын айтты. Ал құзырлы орган өкілдері бұл оқиғаға байланысты тергеу басталғанын хабарлады. Мамандар қоғамдық көлік 4 жыл бұрын шыққанын айтып, халықты алып қашпа әңгімелерге сенбеуге шақырады. Ал сол мезетте жүргізушіге нақты не болғаны алдағы уақытта белгілі болмақ. Бауыржан Жақсымбет, Медет Исапанов, Айбат жаңалықтар қызметі.